ағайындар, негізі бүгін біз үшін шынында да ерекше күн. Алыстан осындай өсе аса қадірлі елімізден, атамекеннен, Алматыдан туыстарымыз келіп отыр. Өте қуаныштымыз. Бұл біз үшін бүгін апамызға дұға жасадық. Одан кейін онда да болды. Оның өзі бір қасиет. Бүгін ағайын туыстармен бірге болды. Оның сыртында бүгін ерекше бүгін 16 желтоқсан, біз көбіміз кейбіреулеріміз білсек, кейбіреулеріміз білмейміз. Желтоқсан Қазақстанның тарихында, мысалы Түркияның тарихында Ağustos деген ай бар, 8 ай август. Қанша маңызды болса, Қазақстанның тарихында желтоқсан деген сол Түркияның Ağustos айы сияқты. Жеңіс айы, соғыс айы, әртүрлі тарихи мемлекеттің болашақ тұртан оқиғалар болған ай. Ал Қазақстанның тарихында, тәуелсіз Қазақстанның тарихында желтоқсан деген өте ерекше бір ай. Қайғылы ай, қуанышты ай, енді ішіне барлығын сыйғыза білуге болады. Бәрінен бұрын ең алғашқы 1986 жылы Совет одағында алғаш рет қазақ жастары, ұлттық рухы жоғары, асқақ рухты қазақ жастары басқыншыл, отаршыл Совет әкімшілігіне қарсы бас көтерген қазақ жастары болды. Бүкіл Совет одағы көлемінде 1986 жылы 16 желтоқсанда бастап 17-18 желтоқсанда қазақ балаларын Советтің жендеттері қырып тастады. Ол бір ең маңыздысы 1991 жылы 16 желтоқсанда бүгін Қазақстан өзінің ресми түрде тәуелсіздігін жариялады. Қазақстанның бүгін ресми тәуелсіздік алған күні. Қуаныш пен жуаныш, қайғы барлығы ортақ. Бірақ біз қазақ бір күнде барлығын көргенбіз. Мысалы біздің ата-бабаларымыз сонау шығыс Түркістаннан шығып, жолда Тибет асып, Гималайға бара жатқанда, қарда қыста артынан жау қуып келе жатқанда, соның өзінде жау шапқан жерден қашып барып, енді екінші бір сағаттан кейін той істеп жатқан уақыттары болған. Біз қазақ сондай шыдамды, сондай қалып болған. Бір күнде біз барлығын көрміз, барлығында шыдаймыз, барлығында Құдай одан жауаптарға сақтасын, бірақ болашақта да болуы мүмкін. Біз оның бәріне дайын болуымыз керек. Біз оған шыдайтын халықпыз. Біз шынында да айтады ғой, біз өз кәдімізді өзіміз білмей жүрген халықпыз. Біз әлемде ең қасиетті халықпыз. Ол біз өзімізді мақтағаннан айтқан сөз емес. Ол өзі дәлелденген сөз. Қолда барған халықтың қадірі жоқ дейді. Бүгін ағайын туыстарымыз қаншама. Бұндай кісілерді басқа мемлекеттерде іздеп тауып концертіне бара алмаймыз. Бірақ бармен бірге көреміз. Құдайға шүкір, сіздерге де көп рахмет. Ағайындардың бүгінгі мына концертін көрге келіп осылардың барлықтарыңыздан Алла разы болсын. Сондықтан өте қасиетті бір айда, өте қасиетті бір күнде мына ағайын туыстарымыздың, өнерпаз інілеріміздің бізбен бірге болғаны біз үшін үлкен қуаныш, жұбаныш. Соны бірге тамашалай білейік. Алла баршалықтарыңыздан разы болсын. Сіздерден Алла разы болсын. Осылай ағайын туыстық, осының өзі қазақшылық. Осындағы қала-қала аралап жүрсіздер. Ол не үшін? Әрбір жерде қазақ бар деп соны іздеп келіп, бізге осындай жаңашырлық, қазақшылық танып жүрсіздер. Алла разы болсын сіздерден. Аумин. Жүрген жолдарыңызға гүл білсін, қайда жүрсеңдер аман сау болайық. Бәрінен бұрын қазаққа жүрсек аман болайық. Мен айтамын, бұл қазақтың ең төменгі деңгейде көріп жүрген уақыты. Алла қаласа біздің көречек болашағымыз әлі алда, біздің жетістігіміз алда. Мынау мүмкін 1%-на да жетпейді бүгінгі біздің көріп жүрген жақсылықтарымыз. Алла соған жеткізсін, соны біз көре алмасақ, Еуропада жүрген біздің ұрпақтарымыз болашақта көріп бақтар жүрген болсын. Алла соған жеткізсін, аман болайық. Бәрінен бұрын еліміздің тәуелсіздігі мәңгі болсын. Қай жерде ағайын туыстар аман болайық. Ағайын туыстардың, өнерпаздарымыздың жетістіктері үстем болсын, сәттілік тілейміз. Арамызда көп бір ағамыз отыр. Қазақстанда көп кісілер біледі. Бүкіл қазақ елі біледі. Ағамыз тұрып көріңізші. Қазақстанның ең атақты ақын, жазушы үндемей келіп отырмын. Бұл кісінің біздің арамызда отырғанын өзі бір ғанибет бүгін. Алла разы болсын. Рахмет сіздерге келгеніңіз үшін.